адам арман тілектеріне аса қатты мән беру керек. Бұған қатысты мынандай бір хадис бар, керемет. Пайғамбар саллаллаху былай дейді: «Лиянзур ахадукум мәлләзи ятаманна». Адам әрқайсысы әрбірі өзінің тілейтін арман тілегіне, қалауына мән берсін, қарасын дейді. Неге? Себебі фаиннаху, расында, ла ядри, ол білмейді, ма юктабу лаху мин умниятихи, ол өзінің арман тілек қалауларының қайсы тағдыр ретінде жазылатынын ол білмейді дейді. Осындай бір керемет хадис бар. Расымен де солай. Адамның іс-әрекеті, тағдыры адамның ойынан басталады ғой. Біз бір нәрсені жасамай жатып, әуел бастан іс-әрекетке көшпей жатып, ойымызда таяқ жеп жатамыз да. Бір кәсіпті бастаймыз деп ниет етеміз, бірақ сол әлі басталған жоқ. Бастамай жатып, жоспар құрып жатып, біз уже банкрот болып жатамыз да ойымызбен. Сөйтіп басталмай қалады. Көрдіңіз ба? Іс-әрекетке әсер етеді ой. Кейде Алла тағала мені кешірмейді шығар деп үмітсіздікке салынып, адам ойынан таяқ жейді да, яғни кешірмейді шығар деген оймен ол тәубе етпеу мүмкін, кешірім сұрамау мүмкін. Сәйкесінше енді адам солай Алла тағала мені кешірмейді деп сенсе, Алла оны кешірмейді. Себебі ол адам Құдай тағала туралы ойы сондай болып тұр. Сондықтан да бір нәрсені армандайтын кезде, тілейтін кезде, қалайтын кезде өте маңызды екен. Адам ойынан басталады екен да. Адам кейде іс-әрекетті істемей-ақ ойлап та, білесіз ғой, кейде бір нәрсені көп ойлай берсеңіз, сол болып жатады да өмірде. Ол бекер емес. Себебі адамның ойынан басталады барлық не. Сондықтан іс-әрекеттен бұрын, мінез-құлықтан бұрын біз ойымызға не ойлап жатырмыз, соған көңіл бөлу керек екен. Арманымызға, тілектерімізге, қалауларымызға.